Namaz жаманшылықтан, арсыздықтан, яғни тияды. Инна салата танха анил фахшай ва мункар. Алла Тағаланы еске алу ең үлкен ұлы іс дейді. Алла Тағала сендердің әрбір істеген істеріңізді біліп тұрушы. Яғни күнә істеп қойған болсақ, намаз оқып тәубаға келсек, Алла Тағала иншалла кешіреді. Енді Құран кәрімдегі намазбен бірге айтылған не? Мысалы жаңағы нені айтады? Ол енді үкім жағын аят. Намаз не айтып, не қойғандарыңды білгенге дейін намазға жақындама. Арақ ішкен адамдай, арақ ішіп, несінен таңқан адам. Енді бұл аят үкім жойылған. Яғни арақты толық харам екендігіне аят бар. Кейбір адамдар енді сылтауға айтады, мен арақ ішіп қоямын, қай намаз оқуға болмайды ғой дегендей несі. Намаз бұл айтқанда керісінше жаманшылықтан, арсыздықтан тияды. Сосын жаманшылық істеп жүрген адам намазға келсе, ол тиылады керісінше. Намаздың түрлері. Намаз енді білесіздер ханафи мазхабы, басқа көп нелерден уәжіп деген үкім жоқ, басқа басқаларда көп. Уәжіп деген. Парыз, сүннет, бұлақ, харам деген сияқты. Ханафи мазхабында білесіздер уәжіп үкім бар. Сондықтан олар басқа-басқаларда парыз намаз, нәпіл намаз деп екіге ғана бөледі. Ал бізде білесіздер, ханафи мазхабында парыз намаз, уәжіп намаз, нәпиле намаз деп үшке бөлеміз. Өтір уәжіп дейміз. Мысалы, айт намазы уәжіп дейміз. Екі айт намаздар. Басқа мазхабтарда оларда өтір уәжіп сүннет дейді. Бұл намаздар басқа жатыр. Иә, өтірді бекітілген сүннет намаз деп айтады. Парыз, екіге ғана бөледі айтқанда. Бізде өтір намазы уәжіп. Уәжіп дегеніміз парыз сияқты дәлел болуы нақты бір дәлел келмесе де, дәлел болуы занны дейміз бұл айтқанда. Бір дәлел келген үшін уәжіп деген бір үкім шыққан. Парыздан төмен. Дәлелді нақты емес, бірақ нақтыға жақын дәлел келген кезде оны уәжіп деп үкім берген. Парыз намаздар енді ол парыз айын, парыз кифая деп екіге бөлінеді. Парыз айынға кәдімгі 5 уақыт намаздар парыз. Парыз кифаяға бұл білесіздер жаназа намазы. Парыз айын дегеніміз әрбір адам жеке өзі орындаған жағдайда ғана мойнынан міндет түседі. Орындап, оны есептейді. Ал парыз кифаяда бір топ адамнан бір адам бірнеше адамға орындаса жеткілікті болып есептеледі. Бәрінен бір ауылда бір адам қайтыс болды, соны алты бір топ адам жаназасын оқыды. Басқа адамдардың, сол ауылда тұратындардың бәрінен күнә мойындарына түседі. Міндет мойындарына түседі айтқанда. Міндет орындаған болып есептеледі. Кифаяда. Енді парыз намаздардың қанша ракат екенін білесіздер оларды. Уәжіп намаздар дейді. Уәжіп намаздарға айтып кеттік. Енді уәжіп бізде бөліп тәді. Айнихи уәжіп. Бір адамның өзіне тікелей уәжіп. Ғайрихи уәжіп. Яғни
басқа адамдарға байланысты, басқаға байланысты уәжіп деп екіге бөліп дейді. Яғни өзіне тікелей, бір адамның өзіне тікелей. Лиғайрихи деген басқасына байланысты болып, мысал келтіреміз. Яғни құптан намаздан кейінгі оқылатын 3 рәкат уәжіп намаз әрбір адамның жеке несі. Рақайт намаз көпшілік. Ал енді лиғайрихи уәжіп деген мысалы айтқанда тікелей өзіне уәжіп болмай тұрып, өзі уәжіп қылып алды. Бір нәрсеге байланыстырып. Бұл мысалы нәзір намаз деп айтады. Мынандай бір ісім жүріп кетсе мен осынша намаз оқимын десеңіз, өз-өзіңізге уәжіп қылып алдыңыз. Ол тікелей сізге уәжіп емес еді алдында. Сіз алдыңызда бір неге байланыстырып, мынандай болса намаз оқимын деген сияқты, немесе ораза ұстаймын дегенде бар, құрбан шаламын деген сияқты. Солай өзіңізге уәжіп қылып алдыңыз дейді. Біз оны бірден орындау керек па, жаңағы жағдайға орындалғаннан кейін, жаңағы айтқаннан кейін, сөз бергеннен кейін оны орындау уәжіп болып қалады. түсіндім ғой, жаңағы егер сол уақытында орындамай қалсаңыз, сол уақытында қазасын орындайсыз. Біз адам ауру болушы еді, осы аурудан құтылсам, бір құрбан шалам дейді. Ауру жазылды, бірақ ұмытып біз кейін беремін деп жүрсе. Бола ма кейін? Сол ойда түрде кейін болса да әйтеуір орындау керек. Өйткені мойныңызға қарыз болып қалады. Енді парыз намаздардан кейін, уәжіптен кейінгі нәпіл намаздар. Олар белгілі білесіздер. Нәпіл намаздар дейді, сүннет намаз деп айтамыз, нәпіл намаздар. Олар кәдімгі намаздардан алдындағы сүннет, соңғы сүннет деген сияқты сүннеттері бар, бекілмеген бар. Одан кейін жаңағы духа намаз дейміз, жаңағы ишрақ намаз дейміз, әуәбин дейміз, басқа да көптеген тағашық намазы бар мысалы. Бұл барлығы нәпіл намаздарға кіреді. Нәпіл намаздар орындасаңыз сауап, орындамасаңыз күнә емес. Ишрақ намаз деген қай уақытта оқылатын намаз? Күн көтергеннен кейін. Духа ше. Духа күн сәске дейді ғой, сәске. Күн сәске деген ол сағат 11-лерде дейміз ба қазір? Мысалы ишрақ намазын, таң намазынан кейін қанша уақытта сағат? 45 минут көлемінен кейін өтірмейді. Духа сәске намазы, Енді сүннет намаздардың ішінде нәпілдер жаңағы сүннеті муаккада, сүннеті ғайыр муаккада, бекітілген сүннет, бекітілмеген сүннет деп бөлініп білесіздер. Бекітілген сүннеттерде намаздарды қазір оқып жүрміз ғой. Таң намазының алдыңғы сүннеті, бесіннің алдыңғы 4 ракат, соңғы 2 ракат. Сол сияқты ақшамның соңғы 2 ракаттары, құптанның соңғы 2 ракаттары, олар бекітілген пайғамбарымыздың әрдайым оқыған сүннет намаздары. Парызбен бірге. Бекітілмегендерге мысалы екінтінің алдында оқылатын 4 сүннет бар, оны кейде оқыса, кейде оқымаған. Бекітілмеген сүннет, құптанның алдында 4 ракат сүннет дейміз. Ол бекітілмеген сүннеттер. Басқа да көп мысалы, сапарға шығып бара жатқанда пайғамбарымыз 2 ракат намаз оқыды. Қайтқанда келіп мешітке 2 ракат намаз оқыды. Тәуба намаз дейміз, шүкір намаз дейміз. Әуәбин деп кетік, тәсбих намаз дейміз. Истихара дейміз жаңағы. Немесе ихрамға кірген кезде 2 ракат намаз оқимыз, мысалы қажылыққа барғандар болса. Басқа да көптеген нәпіл намаздар бар. Намаздың парыз болуы, яғни парыздары және уәжіптері деген тақырып. Намаз енді білесіздер, балиғат жасына жеткен кезде әрбір ер адамға ақылды, балиғат жасына жеткен әрбір ер адамға, әйел баласына парыз болады.
Farz ayın деп айтсақ болады. Мұсылман болу дейміз бірінші. Әрине мұсылман. Балағат жасына жету дейміз. Ақылды болу. Осы 3 шартты орындаса, намаз farz болады, міндет болады. Енді намаз толық болу үшін білесіздер, намаздың сыртындағы шарттары бар. Намазға әлі бастамай тұрғандағы шарттары бар, мысалы, намаздың сыртындағы. Одан кейін намаздың ішіндегі ішкі шарттары бар. Сыртындағы шарттарын дұрыс болу шарттары деп айтады. Ішкі шарттары бар, ішкі парыздары бар намаздың, білесіздер. Намаздың парыздары 12 болып есептеледі, 12 парыз. Яғни сыртында 6, ішінде парыз 6. Сыртындағы парыздар шуруту саля деп атады, арабшаға айтқанда. Намаздың шарттары деген сияқты мағынада. Дұрыс болу шарттары, дұрыс болу шарттары, сыртқы парыздары. Ішкі парыздары арканус сала, яғни намаздың рүкіндері, тіректері деген сияқты рүкіндері деп атады, ішкі парыздар. Намаздың сыртқы 6 парызын айтатын болсақ, хадастан тахарет. Хадастан тахарет дегеніміз айтып кеттік, дәрет немесе ғосыл. Нәжістен тахарет. Нәжістен нәжіс болса, тұратын жеріңіз, киіміңіз таза болу. Тұратын намаз оқитын аяғыңыздың асты, сәжде қылатын жерлеріңіз үшін сол жер таза болу. Жай намаз таза болу деген сияқты. Сатыр аура, әурет жер жабық болуы. Әурет жері білесіздер, әйел кісілерде жүзі, қолы, аяқтың ұшынан басқасын бәрі жабық болу керек. Ер адамда кіндікпен қоса, тіземен қоса, осы аралықта барлық жабық болу керек. Истиқбал қыбла. Қыблаға бетімізді бұрған болуымыз керек. Қыблаға. Истиқбал қыбла дегеніміз, білесіздер, бұл жерде кейбіреулер жаңағы ойба мынанша градуста болмай кетті, мынанша болмай кетті, не деп жаңағы Нұрдәулет мешітінде отырады кейде. Парызды былай оқып, сүннетті былай оқып, екі жаққа бұрылып, быт-шыт не оқып отқандар белгісіз. Олай болмайды, ол тарап бұл жерде. Тарап. Мысалы, Мекке тарапқа бұрылдыңыз ба, болды сол жетті ол. Ол ойба сәл кішкене бұрылу керек. Былай айтқанда, сәл былай бұрылу керек. Немесе сәл былай деген әңгіме жоқ бұл жерде. Сіз сол жаққа қарай, сол бағыт, сол тарапқа неттіңіз, бұрылдыңыз, ойба сәл, айтқанда, ол үшін аппаратқа салып тұру керек өзіңді. Сәл былай бұрыл, сәл деген, кішкене градус былай бұрыл деген сияқты. Теріс қарап тұрмау керек. Мүмкін емес. Жоқ. Құбыла мысалға былай болып тұрсақ, сәл кішкене адамға білінбейтін дәрежеде бір нетсеңіз, ештеңе етпейді ол. Енді алдыңызда сіз адамдар былай қарап тұрып алдыңыз. Ол болмайды мысалы, намаз бұзылады жүр. Бас бұрылса бұзылмайды, кеудемен бұрылсаңыз бұзылады жүр. Уақыттың кіруі. Намаз парыз болу үшін, таң намаз парыз болу үшін, таң намаз уақыт кіреді. Сіз ал таң намаз уақыт кіргенде сізге 5 парыз болмайды мысалы. Басқа парызымыз 5. Ниет, яғни намазға, қай намазды оқып тұрғаныңыз жайында іштей ниетіңіз болу керек. Таң намазы ма? Таң намазы дұрыс, бірақ құптан екен деп құптанылған ниет етіп тұрсаңыз, ол болмайды ол. Ол намазыңыз. Кейбір кісілер жаңағы 5-ін оқып тұрып, 2-ні оқып тұрмын екен деп ойлап тұрып, іштей не істесе ол болмайды. Ол 5-ін екендігіне ниет болу керек. Келесі ішкі парыздары дедік, жаңағы рүкіндері намаздың. Бұл енді намазға кіргеннен бастап нететін парыздар.
ифтитах такбірі, ифтитах. Аллаху акбар деп айтылатын сөз бар ғой, сол такбір. Намазда қолды былай көтеру ол сүннет. Намазда қолды көтеру сүннет. Бұл жердегі ифтитах такбір дегеніміз Аллаху акбар деп айтылған сөз. Аллаху акбар деп намазда қолды былай көтеруіңіз сүннет. Ал енді такбір мәселесінде мына қолдардың пармақтары құлақтың жұмсағына дейін тиюі ол парыз емес. Тиюі мұстахаб. Біздің фиқх кітаптарының бәрінде құлаққа тигізуден не үшін тигізу керек деп айтады. Екі қолдың деңгейінің бір болу үшін. Екі қолдың деңгейі бір болу үшін. Түсініңіз бе? Екі қол, мысалы, құлаққа келіп тиген кезде бір қолың, мына қолыңыз жүзінің жерде тұр. Екінші жақ тиген кезде екі қолыңыз бірдей болды деңгей. Біреуі төмен, мына жақта тұр, біреуі жоғары тұр дегенді нетпес үшін мұстахаб деп айтамыз. Ал сіз қолыңыз бүйттіңіз де қолыңыз құлаққа тимей кетті. Ол дұрыс болып есептейді. Ешқандай құлағыңды сен құлағыңа тигізбей кеттің, сен намаз дұрыс болмады деген нәрсе жоқ. Тіпті сіз былай көтеріп жібердіңіз қолыңызды. Ол сүннет орындалды. Иықтан жоғары осылай көтердіңіз, сүннет орындалды. Бірақ бір деңгейде тұрғандығы, бір деңгейде былай нету үшін құлаққа тигізу, жұмсағына тигізу мұстахаб. Ханафи мазхабы бойынша. Түсінесіздер ғой? Яғни Аллаху акбар деген сөз парыз. Аллаху акбар деп айту, ифтитах такбірі. Ифтитах деген бастау деген сөз. Ашу, фатахайы. Ашу такбірі. Намазды сіз намазға кіріп жатсыз. Аллаху акбар. Сол сөзді айту парыз. Ол сөзді айтпастан сіз кейбір адамдар айтпастан келіп бүйте салады. Оны сіз парыз орындаған жоқсыз. Айтпастан келіп қолын көтеріңіз, намазға тұрдыңыз. Ол намазға кірген жоқ. Қиям дегеніміз енді білесіздер тік тұру. Еңкейіп тұрмасынан тік, былай айтқанда тік Алла Тағаланың алдында хұзырында тік тұру. Тік тұрған кезде жаңа айтып кеттік, екі аяқтың асты таза болу керек. Мына нәжістен тақараттың екі аяқтың асты. Ең болмағанда бір аяғының асты таза болу керек міндетті түрде. Үшінші парызы қырағат. Қырағат, яғни қазір мына жеке тоқталамыз негізінде. Қырағат дегеніміз бұл айтқанда Ханафи мазхабы бойынша Құранда айтылады, Құраннан жеңіл болған оқу деген аятты дәлел ретінде келтіреді Абу Ханифа. Сөйтіп, ең азы 3 аят оқу шарт. Парыз болған, былай айтқанда, парыз болған Фатиха оқу емес. Парыз болған ең азы 3 аят оқысаңыз сіз. Фатиханың 3 аятын оқыдыңыз. Сөйттіңізде сіз үркаға кеттіңіз, ұмытып қалдыңыз, басқа үркаға кеттіңіз, парызды орындадыңыз. Бірақ уәжіп орындалған жоқ, Фатиханы оқу уәжіп орындалған жоқ. Қосымша сүрені оқу да уәжіп. Ол үшін саху сәждесін жасаңыз. Қырағат, яғни ең азы 3 аят оқу. Яғни уәжіп амалдарды оқымаса саху сәжде жасаймыз ба? Уәжіп амал тәрк еткен жағдайда, парызды кешіктірген жағдайда саху сәждесін жасаймыз. Жаңылу дейміз, жаңылу сәждесін. Одан кейін руку. Руку дегеніміз енді білесіздер, беліміз тіп-тік, бұл ер кісілер үшін бел тіп-тік болу, бел тіп-тік былай не істеп, арқамызды түп-түзу болып, сәждеге, айтқанда рукуға бел тіп-тік болып тұру, ер адамдар. Әйел кісілерде белді қатты бүгін шарт емес. Ер адамдар мен әйел адамдардың намазының арасында айырмашылық бар. Өйткені екеуі екі түрлі жаратылыс. Әйел адам бөлек жаратылыс, ер адам бөлек жаратылыс. Басқа да көптеген мәселелерде, діни мәселелерде айырмашылық болған сияқты намаздарда да ер адам, әйел кісі деген жалпы, әйел кісі әурет болғаннан кейін жалпы көбіне дене пішінін көрсетпей тұру айтқанда шарт болып есептеледі. Сол үшін сәждеде де сондай, ер адамда, әйел адамның сәждесінде айырмашылық бар. Ер адамдар жаңа пайғамбарымыз сияқты қолтығы ашылып, былай кең немен
көтеріліп жаңағыдай сәжде жасайтын болса, әйел адамдар барынша былай бүгіліп, барынша жабынып сәжде жасайды. Түсіндіңіздер ме? 6-шы парыз қағдай ахира, яғни соңғы отырыс. Соңғы отырыс, парыз, соңғы отырыс. Сәжде парыз ба? Сәжде парыз, үркі парыз, қырағат парыз, қиям, ифтитах такбірі, 6 парыз. Бұлардың әрқайсысына бір жерде тоқталынады негізі. Әрқайсы мысалы жаңағы айтып кеттік қой, бірінші сыртындағы парыз хадастан тақарат дедік, ол не ол? Ол жаңағы алды айтыр енді, дәрет алу, ғұсыл алу дедік. Соларды айтады. Одан кейін әжестен тақарат жаңа айтып кеттік. Ауыр өткенде өткеніміздер, ауыр нәжіс, жеңіл нәжіс. Ауыр нәжіс нәрселер болмау. Одан кейін енді әрқайсының өз өлшемі бар әрине. Ауыр нәжістен кішкентай болса ол болмайды. Ал жеңіл нәжістен белгілі бір өлшемде асып кетсе, ол да болмайды. Жаңағы неде? Киіміңізде немесе тұратын намаз оқитын жеріңізде ол. Оны білесіздер. Одан әуретте де сондай. Әуретке байланысты Құран кәрімде көптеген аяттар бар. Әйел кісілердің әуреті, ер адамдардың әуреті, барлығы Құран кәрімдегі аяттарда келеді. Енді пайғамбарымыздың хадисінде әуретке байланысты хадистерді қарап отырсақ негізінде. Бұл жерде киім әрине жабу бар. Одан кейін әурет жерін біліндірмей отыруды да көбірек айтып кеткен. Әурет жерін біліндірмейтіндегі отыру ер адамдарға да көбірек насихат айтқан, әйел кісілерге де айтқан. Отырған кезде де әурет жері біліндірмейтіндегі отыруға тырысу керек екендігін айтып кеткен. Қазіргі кезде оның бәрі орындалып жүрген жоқ көбіне мұсылмандар арасында. Отырған кезде де басқа қоғамда, ортада әйел адамдардың мейлінше жабық, мейлінше жасырын болуға тырысу керек екендігі. Ер адамдардың да әуреттері білінбейтіндегі киім кию, білінбейтіндегі отыру мәселелерінің барлығы пайғамбарымыз хадистерінде көптеп айтып кетеді. Түсіндіңіздер ме? Енді тар киіп алып, еңкейсеңіз кіндігіңіз ашылып, мысалы ер адамдардан үркіға барып несіге барсаңыз, зеңіз ашылып жатса, ол ешқандай әурет жапқан болып есептелмейді. Кейін тар киюде әурет жапқан ол пайғамбар не үшін айтты? Ақырет қиямет жақындағанда сондай адамдар болады. Киімі бар, бірақ жалаңаш. Киімі бар, бірақ жалаңаш дегені таптар киім киіп алған адамдар айтты. Енді ол жерде әйел кісілер де айтқанмен, ариятын, кәсиятын деп женский родта айтқанмен, ер адамдарда да қатысты ол айтқанда. Әйел кісілерді көбірек айтқанмен, әйел кісілер толық әурет болғаннан кейін әйел кісілерді айтып отыр. Бірақ та ер адамдарда тар киініп алса, әурет жері білініп тұратындай болып киініп алса, ол да дұрыс болып есептелмейді, әурет жабылған болып есептелмейді. Енді пайғамбарымыз намаздағы әурет жерді жабуды балиғатқа жеткен қыз баланың намазын Алла Тағала басын жаппастан қабыл етпейді деп айтты. Ибн Мажада, Тахарада, Тирмизиде, Салада, Муснадта келеді. Яғни әйел кісі балиғатқа келгеннен кейін қолы, жүзінен басқасы, яғни аяқтың ұшынан басқа барлығы көрінуі халал болып есептелмейді. Бұл да либаста, яғни киім бөлімінде бабында келеді. Сондықтан әурет мәселесінде намазда енді мейлінше кең киім, мейлінше таза киім киіп нетуге тырысу керек. Намазда тұрып бізде жаңағы джинсы киіп алып, шорты киіп алып, еңкейген кезде сәждеге барып арт жағын жауады. Намаз емес па айтқанда. Еңкейеді, артын жауады. Былай не істейді, тізесін жауады. Ол адам деген не ол? Сонда киім жетпей жатыр ма әлде? Бұны айтқанда.
сондай бір дұрыс емес енді ол айтқанда. Еңкейіп әуретін жауып тұр, намаз бойынша әуретін жауып қайта-қайта жастардың арасында көп ескертіп айтамыз, бірақ та дұрыс емес енді. Ешқандай намаз дегеніміз бір Алла Тағаланың алдында тұрған сезініп, ешбір әрекет жасамастан, қозғалмастан Алланың алдына құлшылық жасау. Содан намазда тұрып әрекет жасап, бір жерді қасып тұрып, қайта-қайта қимылдап бірдеңелер істеу дұрыс емес. Енді бұл қыбыла мәселесі мына жерде. Біз енді қыбылаға кейбір адамдар ойлауы мүмкін, қыбылаға не үшін қыбылаға қараймыз біз? Біз Алла Тағалаға құлшылық жасап жатқан жоқпыз ба деп ойлауы мүмкін. Енді бұл Алла Тағала Құран кәрімде Қағбатулланы өзінің жердегі үйім деп айтады. Байтул Атиқ дейді Құран кәрімде. Ескі, көне үй, Адам алейхиссаламнан бастап келатқан, кейін Ибраһим алейхиссалам мен Исмаил баласының салған үйі. Бұл Алла Тағаланың үйі. Үй дегеннен Алла Тағала белгілі бір үйге ешнеге мұқтаж емес. Оның бір біздің түсіміздегі паналайтын ондай бір нәрсе емес. Алла Тағаланың өзіне иман келтірген адамдарды бір тарапқа, бір нүктеге дейміз, бәрін бір тарапқа жұмылдыруы. Алла Тағаланың рахымы жауып тұратын Алла Тағаланың сондай мекен ол Қағба. Енді хажға барған кісілер біледі, ол жердегі жаңағы Қағбатулланың үстіне тіпті құстардың өздері саңғырмайтындығы көрінеді. Құстардың өздері бұл айтқан саңғырып, нәжіс нәрсе тастамайтындығы. Ол жер Алла Тағаланың несі, оның үсті жаңағы білесіздер, жоғары жағы көкте, айтқанда періштелердің де Қағбасы соның несінде деп айтады. Сол үшін бұл қасиетті мекен, ол Алла Тағаланың айтқанда үйі. Сондықтан Алла Тағала бұл Қағбаны сол тек сол мақсат Алла Тағаланың белгісі бір үй ретінде. Басқа аятта келеді. Жүздеріңді батысқа да, солтүстікке, қай жаққа да асаңдар да барлығы Алланікі, барлықтары. Яғни ол Қағба Алла Тағала сол жерде деген сияқты мекенге ешқандай мұқтаж емес. Алла Тағала бізге солай деп бұйырғаннан кейін, өзінің жаңағы үйім дегеннен кейін сол фауалли уажхака шатрал масжидил харам дейді. Яғни жүзіңді Пайғамбарымызға мешіт, харам мешіттер тарапына бұрды. Сол үшін намазды сол жаққа қарап оқу парыз. Ал енді намазды қыблаға қарап оқу мүмкін болмаған жағдайда тек қана ниет етесіз, жүзімді қолға қаратып ниет етесіз, болды. Бұл мысалы пойызда кетіп бара жатсыз ба, кемедегі самолетте кетіп бара жатсыз, сіз оны Қағбаның қай жақта екенін таба алмайсыз да, өзі тапқанымен де бұрылып кете береді, ондай кезде шарт аласыз. Енді ешқандай бір себепсізден себепсіз кеудесін қыбладан бұратын болса намаз бұзылады. Ал енді бір жыртқыш хайуан, басқа бір нәрселердің несіне сондай жағдайда бұрылып қалып нетіп жатса бұзылмайды деп айтылады. Одан кейін келесі тақырыпта да келетіні көліктің үстінде қыбlaға қалай не істейміз? Өте береді. Оны өтеміз ғой. Иә, көліктің үстінде қалай деген. Енді Пайғамбарымыз негізінде сапарға кетіп бара жатқанда мысалы аттың үстінде нәпіл намаздарды, мысалы сүннеттерін көліктің үстінде, аттың үстінде оқып кете бергендігі айтады. Парызды жерге түсіп оққан. Нәпілдерді сол көліктің үстінде оқып кете бергендігі.
былай айтқанда машинада кетіп барасыз немесе автобуста кетіп барасыз пойызда кетіп барасыз деген сияқты ондай кезде құбыланы нақты құбылаға бұрылу мүмкін емес болған үшін енді өз машинаңызды тоқтап оқып аласыз ешқандай автобуста кетіп бара жатсаңыз пойызда кетіп бара жатсаңыз тоқтап намаз оқимын деп ешкім мүмкін емес. Сондықтан ол жерде ниет етесіз қыбылаға, бірақ бұрылып кетіп жатқанда намазыңыз бұзылмайды. Түсінесіздер ғой? Кейін бір мәселе бар. Қазіргі кезде көп енді. Мен сапарда жүрмін, екі намазды бірлестіремін деп. Сапарда жүрмін деп. Ханафи мазхабы бойынша сапарда намаз бірлестірмейді. Тек қана қажылықта ғана. Қажылықта білесіздер, Арафатта 5-ін екінші намаздары, жаңағы Муздалифада. Мен ақшам бірлестіріп оқылады. Тек қана осы жер деген. Басқа сапарда намаз бірлестірейін деген нәрсе жоқ ондай Ханафи. Түсінесіздер ғой? 4-ке дейін емес па? 4-ке дейін қанша? Жарайды. Онда мына намаз сабақ аяқталды осымен. Келесі нелерде жалғастырамыз. Қажылықтан келатқанда бір сұрақ туды да, баратқанда түсінікті ғой енді бәрі жоғалып барасыз, қайтып келатқанда. Бәрін ұшақтың ішінде. Енді ұшақтың ішінде мүмкін емес болған үшін ол жерде. Сонда бір не болып қалды да таласыз. Неге десең 300 адам бұрылуға келмайды ғой, түсінікті енді. Жоқ енді мынандай ғой. Мысалы, мынаны да түсіну керек. Мәдиниядан ұштың, немесе Жидда қаласынан ұштыңыз. Ұшқан кезде ұшақ енді батыстан келатқан анық енді. Бірақ дәл не емес, мүмкін емес. Жоқ, сол жерде бір талас болып кетті да, кішкене адамдардың арасында. Бәріміз артқа қарап оқуымыз керек деп па? Иә, біреулер енді мықты тақуалар шығып тұрып проходқа оқыдық енді. Бәріміз өйтіп тұра алмаймыз ғой, түсінікті енді. Иә, мүмкін емес. Иә, мүмкін емес. Сосын енді біз ниет қылып оқи бердік қой. Енді Құранның аятында да анық айтып тұрғаннан кейін. Иә. Батыста, шығыста барлығы Алланың дегеннен кейін. Иә. Сұрақ қойсам болады ма бір Иә. Болмаса айтыңыз ғой, қажылықта екі намазды біріктіріп оқиды дедіңіз, Иә. Ол намаздар бір уақыт кіріп кеткеннен кейін оқыла ма, или уақыттар? Бесін уақытында мысалы екі намазды біріктіреді. Бесінің парызын оқиды да намазда ниет етіп тұрған кезде жамы дейміз ғой, намазды біріктіруге ниет етеді да, бесінің парызы оқылады, артынан екіншінің парызы оқылып біріктіріледі. Түсініңіздер ғой? Бесінің уақытында оқылады. Бесінің намазы уақытында. Жамы тақтим, былай айтқанда екіншіні алға қарай алу деген сол. Жамы тақтим, бесінің намазы уақытында екінші намазды қос оқып бересіз. Ал Муздалифаға келген кезде ақшам кіреді, ақшам кіргенде түсесіз Муздалифаға, күн батқаннан кейін. Құптанды да артынан қосып оқырсыз ақшамды. Жоқ, просто өткенде біз ақида оқыдық қой, Риуда, сонда соларда солай айтады, намаздардың уақыты біріктірілмейді, просто уақыттар жақындаттырылып оқылады деп жазып тұр. Енді ол басқа мәселе. Ол басқа мәселе. Мына жаңағы сапарды немесе бір қиыншылық уақытта кәдімгі сабақтар студенттер сұрайды жаңағы уақыт бермейді, не істемейді деген кезде намаздар бірлестірмейді, уақыт жақындастырады. Жоқ, тест сұрағында. Жоқ, сол намаздар бірлестірмейді ол кезде. Намаз бірлестірмейді. Бесінің соңғы уақытына қарай барып оқисыз да, артынан екінді кіре қояды ғой. Бесінің уақыты жүріп бітіп жатыр. Бесінде оқып алдыңыз. Артынан екінді кіре қояды, екіндіні оқып аласыз да, содан кейін сабағыңызға бара бересіз. Немесе жаңағы сол мақсатта айтылады. Әйтпесе осы мәселе қажылық осы жағдайда осылай айтқан ана. Жоқ, ол дұрыс емес. Қажылықта және жаназа намазында. Жоқ, қажылықта ешқандай күмән жоқ. Қажылықта бірлестіресіз. Ханафи мазхабында қажылықта бірлестіресіз намазды. Ол жаңағындай мәселеде ғой. Уақыт бірлестіреді, намаз бірлестірмейді деген жаңағындай кәдімгі мәселеде. Уақыт бірлестіру дегеніз, бесінің уақыты шығайын деп жатқанда бесінде оқыдыңыз. Артынан екінді кірді, екінді оқып алдыңыз деген сөз. Байқын, әр намаз өз уақытында оқыдыңыз. Бірақ бірінің артынан бірін оқып алдыңыз деген сөз. Андай бір уақыт не емес жаңағы. Намазды бірлестіру тек қажылықта, түсініңіз бе?
Allah razı olsun. Жақсы, сау. Қолын жай. 20. Bu қаншасы? 23. 5-ші айдың 23-те. Белгілеп жүрейін мен, е? 23 аман келген жоқ та? Сержан. Бүгін бай Амантай. Барлар айтшы, мен Елжанов бар. Елжанов та? Елжанов бар. Ермағанбет Асылбек бар. Ермағанбетов Асылбек бар. Кім? Рставлетова бар. Кулманбекова Зифа бар. Кім? Кулманбекова Зифа, да? Шакиров Дамир. Зифа бар. Шакиров Дамир. Дамир деген қайда? Шакиров Дамир. Бар. Болды ма? Жақсы, оны келесіде. Мен жаңа кім еді? Басынан 2 сағат өте сағат естеп жатыр. 2-4 дейді болады. Айкім келесіде ме? Соған кінәсі. Жақсы онда. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Tek sağ pasta pitiriga oturgan diyagana göre. Hazır bir şehir oturup bastık şimdi. No, telefonlar. Tek birinci kapının ötkücülüğünüz mü? Şöyle akiden istiyor olayım Arap dilini bir bırakırsın. Karan қалай қайда? Қалай өзіңіз көресіз? Arap tili deymiş. Ne? Arap tili kız istiyaktı var ya. Ötküde jatta istedinizler mi? İsim damirler verir mi o göre? İsim damirler verir sizlerge. Sol damirlerde yetiştiklerimi kosap nelerlerim. Söz jasanızlar bizge. Damirlerin yetiştiği olsunuzlar. Endi сол жетістіктерді қосып үйренген болса, оған харфпенен тағы бір басқа есімдерді қосып сөйлеп шығаруымыз керек.